отношениям деп қарамаймыз. Бізге де күйеуіміз ең күшті адам, ең керемет адам. Бізде күйеуіміздің жанында комфорт, сен беріп жатқан энергия, жылулықтың бәрін сезінгенбіз. Сол үшін Айдананың үнемі айтатын сөзі бар ғой, ертең не болатынын ешкім білмейді деп. Сол үшін қазір ауыз толтырып айтқан махаббаттарың ертең токсичный отношение болып кеткеніне кім кепіл? Былай жасайық енді, Аян, Айдана, бәрібірде әркім өзіне қажетін түйгенін, осы біздің қарым-қатынасымызға не керек? Сын болса, сын ретінде қабылдап, өзгерту керек жер болса, өздеріңізге ұнамайтын жер болса, сол жерін түйіп аласыздар деп ойлаймын. Ал енді кеше бір ай болған екен сіздерге, құттықтаймын. Бәрібір жұптық арақатынастың алғашқы қадамы. Иә, Баласа ханым, осы жерде айта кетейінші деп едім. Мына жерде адамдар 100 жақсы нәрсе жасаса, және бір қателік жасаса, адамдар бір қателігін көріп қалады екен да. Бірақ 100 жасаған жақсы заттарын ұмытып қалады ше. Жаңағы Аян подарок бермейді дегендерге айтқым келеді. Мен сіздердің ойларыңыз қандай екенін білдім. Енді Айданаға айтқым келеді. Мен мына жердегі қаншама әңгімелер болады ғой сонда, иә? Қаншама әңгімелер болады. Осы әңгімелердің барлығына төтеп бере алатын, иә, ол біз осы уақытқа дейін келдік қой. Осы уақытқа дейін келдік. Қаншама нәрсеге төтеп бердік шынымен ше? Иә, бір бүйтіп те кетіп қалдық, қасымызда жүрміз, иә. Осылай жұптығымыз уже кәдімгі бір ай деген круглый датаға келіп жатыр. Бұл кәдімгідей үлкен белес деп ойлаймын мен үшін, иә. Ол ары қарай тағы да көбейе берсін деп айтқым келеді. Және де бүкіл нәрсеге төтеп беремін, мен сенің жаныңдамын. Маған сенсең, мен сені төменге сүйремеймін. Мен сені алақанда аялап, тек жақсы жерге апара алатыныма сенімдімін жаным. Және де гүл шоқтары келді, иә, өзіңіз табыстай қойдыңыз Айданаға. Сәл, құлап тұрған сияқты, қолына бере қойсаңыз болады, өте әдемі гүлдер. Аян, менен өткен романтик қой негізі. Қандай әдемі, Айдана ала қойыңыз. Сәл құлап тұрған сияқты, сүйіп қойсаңыз болады. Сосын мына жерде бір сыйлығым бар. Мен күнде әшейін бір нәрсе бере бергеннен бір есі дұрыс нәрсе бергенді қолдайтын адамдардың қатарынамын. Айдана негізі көбінесе күміс тақпайды. Күміс тақпайды да, жаңа аллергиясы бар ма, білмеймін, сондай бір нәрсе. Мен ойлаймын да, Айдананы ашатын ол жаңағы сары алтынның түсі деп ше. Тағы да бір алтын таққым келіп отыр қазір. Ол біздің бір ай круглый датамызға менен саған әрдайым есіңе түсіріп жүретіндей сыйлық болсын дегім келеді. Жарайсыз, Аян. Алтын сыйлап жатыр. Өткен жолы Аянның алтын білезік таққан көрген едік, енді